Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін меренгідан морфей десертін жасаймыз. Жаз кезінде өте жеңіл әрі дәмді, оңай жасалатын десерттардың бірі. Ол үшін ыдысқа жұмыртқаның ағын және лимон қышқылын, тұзды салып миксерлейміз. Кішкене миксерлеп көтерілгеннен кейін қант ұнтағын себе отыра миксерлеп аламыз. Қант ұнтағын қоса отыра ақуызымызды әбден көпіртіп аламыз. Бірнеше рет қайталап миксермен қайталап әбден көпіртіп алдық. Меренгамыз дайын болды. Меренгамыз дайын болғаны ыдысымыз төңкерген кезде ақпау қажет. Енді пергамент қағазын төсеп үстіне толықтай жағып шығамыз. 1 см көлемінде болу қажет. Енді қызып тұрған пешке 80 градусқа 1-1,5 сағат кептіріп аламыз. Меренгамыз толықтай кепті. Меренгамызды әртүрлі пішінде сындырып аламыз, үлкенді, кішілі. Міне, меренгамыз осындай болып шықты. Өте құрғақ, өте жеңіл. Және меренгамызға енді крем дайындаймыз. Қойытылған клейгіге 1 ас қасық қант ұнтағын салып, әбден көпіртеміз. Қант ұнтағын аз саламыз, өйткені меренгамыз өте тәтті. Меренгамыздың жемістері құлпынай және таңқурай шие жемістерін алдым. Енді меренгамызға үстіне кремімізді жағып, үстіне жемістерімізді салып шығамыз. Және тағы да қайталап үстіне меренгамызды саламыз. Және оның үстіне креміміз салып, осылай бірнеше рет қайталап шығамыз. Бұл десертке ең жақсы келетін қышқыл жемістер ең жақсы келеді. Сіздер әртүрлі басқа да жемістер салсаңыздар болады, қалауларыңызда бойынша. Десертіміз осындай болып шықты. Енді шет-шетіне жемістермен әсемдейміз және үстіне фисташка жаңғағын сеуіп шықтым. Сіздер басқа да жаңғақтар сепсеңіздер болады. Десертіміз дайын, өте қарапайым, оңай әрі дәмді десерттардың бірі. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.